Жаңа, қызықты, пайдалы гаджеттер күн сайын адам мен үйдің сәнін кіргізіп, қажетіне жарап жатыр. Егер сіз жаңа технологиялардың бәрімен таныс, хабардармын десеңіз, қателесесіз. Өйткені технологиялар әлемінің өсу үдерісі тым жоғары. Жел энергиясы үй мен кеңсеңіз үшін таптырмайтын қуат көзі. Өйткені ол қарапайым электр энергиясына қарағанда тиімді. Алдағы 10 жылдықта электр желілердің орнын жел арқылы қуат беретін құрылғылар ауыстыруы мүмкін. Бұл құрылғы магниттік жүйеге негізделсе, оны жасауға кететін шығында аз. Және бір тиімділігі дыбысы жай, шусыз жұмыс жасайды. Айналма тетіктері жоқ. Ол құстар қауіпсіздігі үшін. Сырттан соққан жел іште орналасқан түтікшені қозғалтып тұрып, өне бойына қуат жинайды. Қазіргі таңда өндірушілер құрылғының екі түрін құрастырып жатыр. Алғашқысы 12 метрлік кіші нұсқа. Оны кез келген адам өз үйіне алуға болады. Бағасы қолжетімді. Нарыққа осы жылы түседі. Ал халықаралық қызығушылық тудырған үлкен жобаның таныстырылымы келер жылы өтпек. Заманауи Coil Band ауруды басатын бұл құрылғы дабыл арқылы небәрі 15 минут ішінде күйзелістер мен дене ауруын жазады. Ол жолда алып жүруге, сондай-ақ ауырған жерге қоюға ыңғайлы. Coil Band сіздің ауруыңызды 24 сағатқа ұмыттырады. Өндірушілер осы ерекшелігіне қатты екпін қойған. Енді ауру басатын дәрі емес, осы жаңа технологиямен достассаңыз болады. Қолыңызда үнемі өзге дүниелер барда сізге компьютерді немесе смартфонды пайдалану керек болып жатады. Nilo осы қажеттеріңізді өтеп бермек. Қолыңызда өзге дүние болса да, сіз өз техникаңызға бас бармаққа киілетін Nilo арқылы пәрмен бере аласыз. Оның көрінісін өз талғамыңызға қарай өзгертсеңіз болады. Finger Raider жазуды жазбай таниды. Балан үйрекке құрылғыны киіп, сызық бойымен жүріп отырсаңыз болғаны. Оның камерасы автоматты түрде іске қосылып, кітап жазбаларын оқуға кіріседі. Сызықтан төмен не жоғары кетіп жатсаңыз, діріл арқылы сізге ескертіп отырады. Ал бос жолға түссеңіз, діріл жылдамдығы еселей түседі. Әзірге бұл құрылғы өздігінен жұмыс істемейді. Арнайы бағдарлама арқылы компьютерге жалғау қажет. Құрастырушылар алдағы уақытта смартфон арқылы жұмыс істейтін бағдарлама жасамақ.